Әрбір жаңа оқу жылы алдында хиджаб туралы мәселесі көтеріледі. Сұрақ: мектепке қыз оқушыларға хиджабпен баруға бола ма? Жауап: жоқ. Неге? Бірінші, Конституция бойынша біздің еліміз адамның барлық құқықтары мен бостандықтарын құрметтейтін зайырлы мемлекет. Екінші, заң бойынша мектеп діннен бөлек. Үшінші, бізде барлық мәселелеріміз діни нормалармен емес, азаматтық заңдармен реттеледі. Төртінші, мемлекет діни сенім бостандығына кепілдік береді. Бесінші, мемлекет білім беру ұйымдарынан тәрбие беру, емдеу мекемелерінен тыс жерде баланың діни тәрбиесіне араласпайды. Алтыншы, заң бойынша балаларды дінге тарту, мәжбүрлеу шараларына жол берілмейді. Жетінші, оқушылар барлығы мектеп формасының стандарттарын сақтауға міндетті. Мектептің міндеті балаларымызға сапалы білім беру.